Достар, барлықтарыңызға сәлем. Сіздер мен Назгүл. Бүгін оңай салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Бізге 2-3 дана салат жапырағы қажет. Оны орташа қылып тураймыз. Бір қиярды домалақтап тураймыз. Піскен тауық жұмыртқасын 4 бұрыштап тураймыз. Және салатымызға бір піскен қызылша қажет. Оны да 4 бұрыштап тураймыз. Салағын турап болғаннан кейін салатты тәрелкеге орналастырамыз. Үстіне қызылшаны саламыз. Қызылшаның үстіне қиярды орналастырамыз. Қиярдың үстіне жұмыртқаны саламыз. Екі ас қасық асқабақ дәнектерін себеміз. Бір ас қасық піскен нут жаңғағын себеміз. Салатымызды тұздап, бұрыш қосамыз. Салатымызға қосатын 2 соус бар: бальзамический уксус және sweet chili соусы. Біздің салатымыз дайын. Ас болсын, достар.